Доғанды түрмеге алып келеді. Темір тордың ар жағында қалған жігітке Тахир би арнайы келеді. Оның жүзінен мейірім емес, мысқыл ғана байқалады. Егер қайтадан менің балам болып, айтқанымды бұлжытпай орындайтын болсаң, сені осы жерден шығарамын дейді ол. Алайда Доған үндемейді. Оның үнсіздігі Тахирге жауаптың өзі еді. Біраз уақыттан кейін Чаглаға Доғанмен кездесуге әрең дегенде рұқсат береді. Екеуі бір-бірін көргенімен бұл кездесуде қуаныштан гөрі уайым басым болды. Олар Доғанды бұл жерден қалай алып шығарын білмей дал болады. Ал үйде қалғандар Доған үшін қатты алаңдап отыр. Дәл сол сәтте есіктен Тахир би кіріп келеді. Ол бәріне суық жүзбен қарап: егер қайтадан үйге қайтсаңдар, бәріңді кешіремін дейді. Бірақ ешкім оның ұсынысына келіспейді. Бұл жауап Тахирдің ашуын келтіріп, ол ештеңе деместен сыртқа шығып кетеді. Сыртқа шыққан соң Ламияға қарап: жоспарды бастаймыз дейді. Ал оның қандай жоспар екені әзірге құпия болып қала береді. Чагла мен Доған тығырықтан шығар жол іздеп жүргенде, Тахир бос отырмай іске кіріседі. Ол үлкен көлемдегі тауарды жөнелтуге дайындалып жатыр. Бірақ көп ұзамай бұл қарапайым жүк емес екені белгілі болады. Бұл шиім-шиктің заңсыз лас тауары. Демек, Тахир би енді шиім-шикпен бірігіп жұмыс істеп жатыр. Осы серияда Доған мен Чагланың бір-біріне деген сезімі бұрынғыдан да анық байқалады. Қиындық оларды алыстатудың орнына керісінше бұрынғыдан да жақындата түсті. Ал Бихрам өз адамдарына: Доған ешқашан адам өлтірмейді. Бұл істі оның жасағанына сенбеймін дейді. Ол әлі де болса Доғанның кінәсіз екеніне сенімді. Сол уақытта алтын сунаға келеді. Екеуі Махинурдың дүниеге әкелген сәбиіне қатысты ақпарат іздей бастайды. Бұл жұмбақтың шешімі де біртіндеп жақындай түскендей. Көп ұзамай Махинур түрмеден босап шығады. Оны қарсы алуға келген Бихрам үйдің алдында Синанмен кездесіп қалады. Екеуінің арасында тағы да үлкен жанжал шығады. Ақыры Махинур Синанмен бір үйде тұратын болып шешім қабылдайды. Суна Чаглаға маңызды ескерту жасайды. Чагла Махинурды толық құтқару үшін бір күні барлық кінәні сенің мойныңа артып жіберуі де мүмкін. Сондықтан ешкімге тым көп сенбе дейді. Көп ұзамай Чагла Доғанды ақтап шығаратын маңызды дәлелдерді тауып келеді. Отбасының бәрі бірігіп Доғанды құтқару үшін әрекет ете бастайды. Бірақ олар бір нәрсені білмейтін. Тахир би де қарап отырған жоқ еді. Ол Илмазды шақырып алады. Сен менің күйеу балам боласың дейді. Илмаз алғашында аң-таң болып қалады. Ал артынша Тахир ойын толық жеткізеді. Ол Мелekпен Илмазды үйлендіріп, кейін өзінің бүкіл мұрасын Илмазға қалдырма. Илмаз бұған таң қалғанымен өз пайдасын ойлап көп ойланбастан келісімін береді. Ал түрмеде Доғанның басына тағы бір қиындық түседі. Камерадағы тұтқындардың бірімен төбелес шығып кетеді. Сол сәтте әлгі адам Доғанға байқатпай шприцпен белгісіз бір зат салып жібереді. Бірнеше минуттан кейін Доғанның жағдайы күрт нашарлай бастайды. Осы кезде Тахир би Саудатқа қоңырау шалады. Егер Чагла тауып келген дәлелдердің көзін құртсаң, Доғанды құтқарамын дейді. Баласын құтқарғысы келген Саудат еш күмәнданбастан оның сөзіне сеніп қалады. Сөйтіп Чагла тауып келген барлық дәлелді өз қолымен жойып жібереді. Тура сол уақытта Доғанды ауыр халде жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізеді. Бұл жағдайда кездейсоқ емес сияқты. Тахир Доғанды жаралы күйінде бақылауда ұстап, оны толықтай өз қолына алмақ болғандай. Чагла дәлелдердің жоғалып кеткенін көріп, ашуға булығады. Мұны кім істеді? Қайсың ұрладыңдар? Деп бәріне айқайлайды. Ешкім жауап бере алмайды. Дәл осы кезде Алтын Бихрамға қуанышты жаңалық айтады. Ол Махинур босанған аурухананы тауып алған екен. Енді жоғалған сәби жайлы шындықтың беті ашылуға бір қадам қалды. Доған ауруханада өмір мен өлімнің арасында арпалысып жатқанда, үйдегілер де бір сәтке тынышталар емес.
Әркімнің жүрегінде бір ғана тілек, Доғанды қалайда ақтап алып шығу. Бірақ олар Тахир бидің кезекті айласы әлі алда екенін білмейтін. Синан үйге кіре салысымен анасы Саудатқа бірден жақындайды. Анашым, дәлелдерді жойған өзіңізсіз ғой. Мен мұны бірден түсіндім, дейді ол. Саудат үнсіз төмен қарап қалады. Өйткені ол мұның бәрін Доғанды құтқарамын деп жасаған еді. Бірақ Тахир би тағы да оны өз айласына пайдаланып кеткен болатын. Осы кезде алтын Сифамен сөйлеседі. Бар, кешірім сұра. Әлі де бәрін түзетуге болады, дейді. Алайда Сифа ештеңе тыңдағысы келмейді. Ол кешірім сұраудан үзілді кесілді бас тартады. Түнде Мелик пен Генджа ешкімге білдірмей кездеседі. Екеуі әткеншекте отырып ұзақ әңгімелеседі. Мелик алғаш рет жан тыныштығын тапқандай болады. Сол уақытта Йылмаз Тахир биге келіп, Мелик бұл тойға өз еркімен келісе ме? Деп сұрайды. Тахир мысқылдап күліп, келіспесе де келіседі, дейді. Осы сөзден кейін ол барлық адамдарын жинайды. Бірнеше көлікпен қарулы адамдар Чаглалардың үйіне келеді. Алдымен Фикрет бастаған Доғанның адамдары оларды тоқтатуға тырысады. Бірақ Тахирдің адамдары ешкімді тыңдамайды. Фикретпен қалған жігіттерді аяусыз ұрып соғып, жолдан алып тастайды. Үйдің ішіндегілер қорқып кетеді. Саудат сыртқа шығып, сен маған уәде берген едің ғой, дейді. Тахир еш қысылмастан, райымнан қайттым деп жауап береді. Сосын айналасына көз жүгіртіп, Мелик қайда? Мен оны Йылмазға тұрмысқа беремін, дейді. Бұл сөзді естіген үйдегілердің бәрі қатып қалады. Ешкім мұндайды күтпеген еді. Тахирдің адамдары үйдегілердің бәрін күшпен көлікке отырғызып әкетеді. Бірінен кейін бірін сүйреп шығарып жатыр. Ал Махинур Назды алып, шкафтың ішіне жасырып үлгереді. Бірақ көп ұзамай оларды да тауып алады. Тек Мелик қана қолға түспейді. Өйткені дәл сол уақытта ол Генджамен бірге сыртта жүрген еді. Чагла үйге жеткенімен ештеңе істей алмай қалады. Үйдің іші астан-кестең. Ал Махинурдың ұстамасы ұстап жатыр екен. Мелик қайда болса да жасырыңдар. Ертең Доғанды ақтауға оның көмегі керек болады, дейді. Йылмаз болса түрмеге арнайы Доғанға келеді. Ол темір тордың ар жағында тұрған Доғанды әдейі мазақтайды. Кекесінмен күліп, оның әлсіз жағдайын бетіне басады. Доған үндемегенімен көзінен ашу анық байқалады. Ал Генджа Меликті өз үйіне алып келеді. Үйі өте қарапайым. Тіпті сарай емес, шағын ғана ескі баспана. Бір көрген адам оны үйден гөрі уақытша паналайтын орынға ұқсатар еді. Бірақ Меликке бұл жер ерекше жылы көрінеді. Өйткені бұл үйде жалғандық жоқ. Тек шынайылық бар. Тіпті Генджа оның көңілін көтеру үшін ескі көлігін Меликке ұнайтын түске бояп жүрген екен. Мұны көрген Мелик алғаш рет күлімсірейді. Ал Тахир болса бүкіл отбасын басқа бір жеке жерге күштеп қамап ұстайды. Ешкімнің сыртқа шығуына рұқсат жоқ. Барлығы оның қолында кепіл секілді. Таң ата Генджа Меликті қайта алып келеді. Бірақ дәл сол сәтте Тахирдің адамдары Генджоны ұстап алады. Оны ешкімге көрсетпей алып кетеді. Мелик не істерін білмей қалады. Осыдан кейін Тахир би Меликті оңаша шақырып алады. Оның құлағына ешкім естімейтіндей бір нәрсе сыбырлайды. Бұл сөздің не екені әзірге көрсетілмейді. Бірақ дәл сол сөзден кейін Меликтің жүзі өзгеріп кетеді. Көп ұзамай сот басталады. Барлығы Доғанның ақталатынына сеніп отырған. Бірақ күтпеген жерден куәгер ретінде Мелик шақырылады. Ол орнынан тұрып, Доғанға қарсы жауап береді. Сот залындағы адамдардың бәрі есеңгіреп қалады. Чагла көз жасын әрең ұстап тұр. Ал Доған үшін бұл күтпеген сатқындықтай көрінді. Енді оның жағдайы бұрынғыдан да қиындай түсті. Доған біраз уақытқа түрмеде қалатын сияқты. Соттан кейін Тахир тағы да Доғанға келеді. Бұл жолы ол тағы бір ауыр жаңалық айтады. Жақында Мелик пен Йылмаздың тойы болады, дейді.
Бұл сөз Доғанның жүрегіне пышақ болып қадалады. Ал сол сәтте Меликте бұл тойдың нақты дайындықтары басталғанын естіп, қатты күйзеліске түседі. Сол уақытта Бихрам Махинурға келеді. Бұл жолы бұрынғыдай айқайлап немесе ашуланбайды. Керісінше сабырмен сөйлеседі. Не болса да, сенің сәбиіңді тауып беремін. Бірақ осы уақытқа дейін бұл туралы ешкімге тіс жарма. Әйтпесе бәрі қиындай түседі дейді. Махинур алғашында сенбегенімен оның сөзінен шынайылықты байқайды. Ал Чагла Доғанмен бірге Меликті құтқарудың жоспарын құрады. Екеуі қандай жағдай болса да, бұл тойдың өтуіне жол бермеуге бел буады. Өйткені олар Меликтің өз еркімен тұрмысқа шықпайтынына сенімді. Ал Илмаз болса бәрін мүлде басқаша қабылдап жүр. Ол Меликке арнайы бірнеше той көйлегін таңдап әкеледі. Болашақ жарын қуантуға тырысқанымен, оның жүрегінде не болып жатқанын тіпті сезбейді. Осы арада Синан мен Илмаздың арасында тағы да аздап сөзге келу болады. Ал Мелик өз бөлмесінде жалғыз отыр. Айнаға қарап үнсіз жылайды. Бөлмеге Илмаз кіреді. Ол баяу ғана жақындап: "Бұл менің де қалауым болған жоқ. Бірақ саған ешқашан жамандық жасамаймын. Қасымда жүргенде ешкім сені ренжітпейді" дейді. Бірақ Меликтің көзіндегі мұң өзгермей. Сол сәтте Доғанның жағдайы тағы да күрт нашарлайды. Дәрігерлер оны қайтадан ауруханаға жатқызады. Палатаның жанында Суна отыр екен. Доған әлсіреген дауыспен: "Бұл жерден кетуім керек. Әйтпесе бәрі кеш болады" дейді. Сөйтіп Чагла мен Доған алдын ала дайындаған жоспар іске асады. Бірнеше минуттан кейін дәрігердің киімін киген адам ауруханадан асықпай шығып кетеді. Ол Доған еді. Осылайша ол ешкімге білдірмей ауруханадан қашып шығады. Ал дәл осы уақытта Бихрам Тахир бейге келеді. "Тауардың бәрі аман-есен жеткізілді" дейді. Тахир риза болып үлкен сөмкедегі ақшаны алып шығады. Бірақ ақшамен бірге Бихрамға сыйлық ретінде бір кесек алтын береді. Артынша той жайлы айтып өтеді. Осы кезде Бихрам Генджоның ұзақ уақыттан бері көрінбей кеткенін есіне алып, мазасыздана бастайды. Кешке қарай Ламия Меликті тойға дайындап жатыр. Қыздың жүзінен қуаныштың ізі де байқалмайды. Ал Дидем Махинурға келіп: "Бүгін Мелик пен Илмаздың тойы болады" дейді. Бұл жаңалық Махинурды есеңгіретіп тастайды. Өзі болса Илмазға қайта-қайта қоңырау шалады. Бірақ Илмаз телефонды көтермейді. Дидемнің көңілі қатты түседі. Шынын айтсақ, осы екеуі бірге болады деп күткен еді. Мелик айна алдында ақ көйлекпен тұрады. Өзіне ұзақ қарап қалады. Бірақ арада көп өтпей ақ көйлекті шешіп тастайды. Оның орнына қара түсті киім киіп шығады. Тойға қара киіммен келуі бәрін таңғалдырады. Ақыры той басталады. Фикреттің де Меликке сезімі бар екен. Сөйтіп Мелик бірден екі жігіттің жүрегін жаралап, Илмазға тұрмысқа шыққалы тұр. Дәл неке қию сәтіне аз қалғанда есік ашылып кетеді. Ішке Чагла мен Доған кіріп келеді. Доғанның денесі әлі әлсіз. Жарасы толық жазылмаған. Соған қарамастан ол бірден Меликке қарай жүгіреді. "Мелик, менімен бірге жүр. Сені осы жерден алып кетемін" дейді. Бірақ бәрі күтпеген жағдай болады. Мелик оның ұсынысынан бас тартады. "Жоқ. Мен бұрыннан Илмазды жақсы көремін. Біз бір-бірімізді сүйеміз" дейді. Бұл сөзді естіген Доған аң-таң болып қалады. Бір сәтке есінен танып, жерге құлап түседі. Чагла шошып кетеді. Ал тойға келгендердің бәрі абдырап қалады. Бірақ дәл осы сәтте ең үлкен құпияның беті ашылады. Көрермендерге той күнгі оқиғаның шындығы көрсетіледі. Тахир бейді жаралаған адамның кім екені белгілі болады. Сөйтсек, оған пышақ сұққан адам Мелик екен. Ал сол оқиғаның бәрін өз көзімен көрген жалғыз адам Махинур болып шығады. Міне, осылайша бұл серия көрерменді тағы да үлкен жұмбақпен аяқталды.